Soy Pablo Gil, economista e inversor con casi 40 años de experiencia en los mercados financieros. Quizás te esté pasando que cuando más investigas sobre cómo invertir, más confundido terminas. ¿Te identificas con esta situación? Unos dicen que compres, otros que vendas. Ақшаң бар. Бірақ ақшаң жоқ. Береке жоқ. Мына жақтан қарыз аласың, бір деңгейге саласың, бір тірліксейінші деген сияқты нәрсемен, ол минусқа кетесің, мына қарызын қайтаруың керек деген сияқты. Ол қарыз қайтарылатындай болады. Мына жақтан келген ақша, ол қарызы қайтарылмайды. Білмеймін, есімнен шығып кете ма, бір әлде болмасын, білмеймін, әйтеуір бір берекесі жоқ па, сондай бір ақшаның берекесі шынында да болмай кетті менде. Бір оқып қалдым сіздің Инстаграм парақшаңыздан деймін. Тіпті өлуді қарастырдым, қалай өлсем екен деп ойладым деп. Осы туралы айтып беріңізші. Енді менің анама қазір енді ауыр тиетін шығар деп ойлаймын бұл нәрсені есту. Мен де көп нәрсені білдіртпеймін ғой енді ол кісіге, енді анам болғаннан кейін. Қызым қалайсың дейді, жақсымын деп қоямын. Бірақ ішімде ойымда тек қана сол қалай ауыртпалық салмай кетсем екен деген сияқты ой болады да. Қазір өзімді ваннаны толтырып алып тұншықтыра салсам екен, жаңағы тамырымды кесе салсам ол жеңіл болар ма екен деген сияқты. Болмаса дәрілерді іше салсам, ұйықтап қалып түк білмей кете салсам деген сияқты. Болмаса